Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз логотипті қалай 5 минутта жасау керектігін көрсететін боламыз. Біз мынадай логотиптерінен жаңада мынадай форматтағы жаңа логотип жасайтын боламыз. Егер де сіз профессионалды логотип жасайтын болсаңыз, Adobe Illustrator сияқты программаларды қолдануға кеңес береміз. Біз мұны қарапайым Canva'дан жасаймыз. Алдымен түсін өзгертейік фонның. Сосын шоколад тақырыбына сәйкес болғандықтан background image дейді, яғни суретті таңдап аламыз. Фонымызға какао дәндерін таңдадық, прозрачнысын азайтайық, өзімізге ыңғайлап. Цветін қоңыр түске өзгерттік. Келесі логотиптің атауын жазайық. Бастапқы әріптен жазамыз. 2 әріптен тұрады екен. Шрифтін үлкейтейік. Және керекті өрнекті шрифтімізді таңдаймыз. Цветін шоколадтың түріне сәйкес етіп қоңыр етіп өзгертейік. Енді P әрпін жазатын боламыз қазір. Брендтің толық атауы Choco Presents. Яғни бастапқы әріптері C және P әріптерін жаздық. Енді толық атауын жазуға көшеміз. Ол үшін элемент ретінде 4 бұрышты таңдап алдық. Цветін өзгертеміз қазір. Ақыс түске өзгертсек дұрыс болатын сияқты. Сосын ненсін толық атауын жазатын боламыз. Шрифт таңдадық. Choco Presents деп жазайық. Шрифтін X беттер біз өзгерттік. Енді размерін үлкейтіп көрейік. Үлкен болып кетті, слишком азайтып көрейік. Осылай дұрыс сияқты. Шет-шеттерін созып, сәл төменірек түсірген дұрыс сияқты. Прозрачнысын азайтайық. Төменіне тағы да бір сөз жазған дұрыс болар деп ойлаймыз. Қазір жазамыз. Handmade, қолдан жасалған шоколадтар деп. Дұрыс шрифтін дұрыстап жаздық және әріптердің арасын созылайық. Әдемі көріну үшін. Болды, осымен тәмам. Видеоны лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Егер де логотип керек болатын болса, комментарийға немесе өзімізге шықсаңыздар болады. Жасап береміз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.